Барлығыңа сәлем достар, сендермен бірге бұл мен Диорд. Және де біз бүгін Болмыш өмірдің 4-ші сериясын түсіретін боламыз. Және де мен өзіме цель қойған болатым осы. Мына жерде шығып тұр сендерге. Осының бәрін қарап алыңдар, осының бәрін алдағы уақытта орындайтын боламыз. Так что видеоның бәрін қарап жүріңдер. Алдыңғы Болмыш өмірінің 4-ші сериясында 500 просмотрдан көп жинапсыңдар. Сендерге рахмет. Әр видеоға сондай актив көрсетіп отсаңдар, мен бұл играшамен сотрудничество или партнерствоға тұра алатын боламын, я достар. Так что өзіміздің видеомызға кеттік. Және де достар, менде қазір чатты өшіріп тастайын. Міне чатты өшіремізді. Менде дәл қазір 3 миллион бар. 3 миллион. Және де қараңдар, менде қандай симкалар бар. Мен өзіме әдем симкалар алып алған болатым. 300 мыңға. Қараңдар, бірінші номер бұл осындай номер 1116. Бұны нормально. Бұны мен 1 миллионға дейін сатып жүре аламын. Бұны бәрін мен арзанға сатып алған болатым. Мына номерді білесіңдер. 377. Міне мына номерді мен 500 мыңға алдым. Ой, жоқ. 300 мыңға алдым примерно, 300 мыңға алдым. Бұны да 1 миллионға сатып аламын. Көресіңдер достар, видеоға түсіріп аламын. Нан қараңда 2555. Бұны мен 500 мыңға сатып алдым. Бұл да 1 миллионға кетеді. Отвечаю. Мен мынандай номер сатып алдым 100 мыңға. Бұл 1 миллионға кететін шығар. Мүмкін. Сатып алатын болсаңдар 1 миллионға или 2 миллионға сататын боламын мына номерлердің бәрін. 2226. Бұны мен 2 миллионға сатам. Және де қараңдар, мынандай өзіме ұнаған номер бар. 2999. 2999. Короче, бұны мен 3 лям или 5 лям білмеймін енді қаншаға сататын. Мынаны қойып қояйықшы, мынау что-то жақсы сияқты. Осыны қойып қоямын. И 521 бұрынғы номерлер. Жақсы номерлерді алып алған болатын өздеріме. Сосын достар, мен осындай өзіме алып алған болатын Volkswagen. Бұл Volkswagen-мен перекупқа алғам. Сатам скоро. Или мен ойлап тұрмын да сендерге сатайын ба деп. Негізі сендер аласыңдар ма? Қараңдар. Любой сөз жазайық. 381 Карпас 381. Қараңдар достар. Бұны несін көрсетсем, бұда там спорт. Ой, дауысын қос жерек. Спорт и бұда не бар екен айтайын. Бұда нитро бар. Бұның бағасы негізі 200 мың. Мен бұны там 200 мыңға емес, мен 220 мыңға сатып алған болатын. Бірақ сендерге мен осыны сатқым келіп тұр. Если алатын болсаңдар, Москва серверде ойнасаңдар, осыны алып кетіңдер. Спорт ол көп тұрады ғой, білесіңдер негізі. Мынау даже 200 мың емес, одан да көп тұру керек. Бірақ мен 200 мыңға сатып жатырмын. Жарайды достар, осыны көрсеттім. И осымен кішкене квад істейміз. Ана цельдар бағана көрдіңдер, сол цельдарды жайлап бәрін істейтін боламыз достар. Өте керемет болайын деп тұр. Ендеше сол квад істеуге кеттік. Достар, короче, соңғы квадты таптым міне. Енді сендер көрсетпей қойын, полный жасағанымды. Просто тек кигенді көрсете салайын. Все. Мен соңғысы қалды, осыны жасайық. Короче, менде дәл қазір 25 опыт бар квадтың. Біз көтерілді ма? Жоқ, не удалось дейді. Келесі удалось болатынша. Әшін айтам достар. Және де мен достар семья ашам ана жерде бар ғой, бар. Анау нелердің қасында. Семья ашу деген. Мен цельдарым. Сол, мен Карякинадан не алып қойсам ба деп жатырмын да. Негізі сол жерге. Мен негізі клад істемей былаяқ дамуыма болады, просто 50 скилл жинау керек, андай 50 опыт болу керек. Мен сондай жинау цель. Жеги, короче, мен не ашайын деп атырмын, донаттан анау болып қалғанша, болып қапты, анандай прокрутка ашамыз, не түседі екен, аша салайын дедім да видеода. Ой, купить емес, кешіңдер. Крутить етеміз, не түседі екен достар, нормально нәрсе түскетсе жақсы болады негізі. Давай, вип түсші, платиниум ба бір. Менде вип бар, походу түсті, жарайды. Давай. 8 XP түсті достар. Ема. Бұл енді қараңдар, дәл қазір менің уровенімді мен. Бұл де тез көтеріліп кетті, сол сияқты. Тез көтеруге көмектеседі тікі жасауға. Оған дейін біз не істеп тастауымыз керек. Жарайды, роулетте достар тағы бір жаңалық айтып кетейін, бір қызық болсын. Маған не түсіп кеткен болатын. Военный билет. Осын сендердің көздерінше алам достар. Мен алдым 20 мың теңге. Қойным кірді, короче, теңгемізге, рубльға. Тағы роулет дейміз да, 8 XP-мізді аламыз, бұл өте керемет. Все. Тағы роулет дейін бәрін сендердің көздерінше алам. Только gold VIP-ті алмайым. Ол gold VIP, ол, короче, и так-то 2x там керек емес. Черная шапка Adidas, бұл қалай екен? Киіп атқан нормально болса. Қайсы ол?
Мына точно емес, мына менде бар ол. Сол ма не? Мынау ма? Осы екен. Менде бар еді, бірақ жарайды. Тағы ролети дейміз. Кепка черная, ол керек емес маған. Жарайды достар, жолымызды жалғастырайық. Мен лицензия алайын ба десем, бірақ лицензия жоқ екен, жарайды онда. Тағы бірдеңе істерміз. Достар, мен казиноға келген болатым, шаршап кеттім жұмыс істеп. Енді қараңдар біз неге ойнап жатқанымызды. 300 мыңға шадан болып ойнап жатырмыз. Жарайды, бір қазақский нелер жасап жібереміз. Ұта алмай қалдық, 100 мың жарайды онда. Қайттан ойын саламыз, мыналар қайттан ойын деп жатыр. По-любому плюсқа кету керек. Я. 67 дайындап қою керек. Ойбай, дұрыс қой. Жарайды. Ойнаймыз. Все, тіктік. Енді екі адам болып ойнаймыз на жол. Жарайды, маған бір қолын не істесе болар еді, пожать руку басы. Жарайды, бірақ енді ешкім баспайды маған. Әркім өзіне дегендей. Давайте. Оттым. Бірақ енді 22 мың біз минустамыз, походу. 160 мың дейді, тігейін ба не істейін. Жарайды, тіге салайыншы. Негіз 160 мың нормальный ақша, негіз отылып қалуға болмайды, оту керек. Давай бастасай. Крупа что-то бастамай жатыр. 160 мыңға. Мұнда біреулердің дауыстары шығып жатыр. Еще мына бастамай жатыр. Даже Жакон өзі бастай деп жатыр. Мен ойнайын деп жатқан адам. Давай. Давай. О, ема, достар, 2 катка подряд жеңдім. Достар, қараңдар, уже плюстамыз. Қанша мен келдік өзі? 310 мың, 3 миллион 100 мың, походу. 500-ка дейді. Жоқ, мен ойнамайым уже. Достар, 250 мың дейді. Ойнайын ба, білмейдім да. Жарайды, ойнай салайын, достар. Ойнай салайын. Пожать руку басса болар еді. Жақсы баспай-ақ қойыңдар. Давай. Ну ладно. Бірінші минус. $130 мың. Достар, 130 мыңда мына бар екен, ойнай салайық. Там плюсқа кетсек кеттік. Давай. Көбінесе казиктан көтерілем, мен негіз бар ғой. Бұлай көтеріле алмайым. Тек казиктан... казикқа көп бармайым, мен бірақ бір барғанда уже көтеріліп қайтам. О, ұттық. Бізде очередной плюс дейін ба не дейін.